Қайырлы күн, достар. Қал жағдайларыңыз қалай? Менің есімім Қуатбаева Лаура Қуатбайқызы, Қазақстан Ақтау қаласынан боламын. Бүгінгі таңда мен Beverly Believer компаниясына не үшін келдім, қалай келдім, қандай мақсатпен келдім. Жалпы өзімнің негізгі мамандығым мұғаліммін, педагогпын, ағылшын, түрік, араб тілінің пәнінің жалпы маманы болып есептелемін. Бірақ енді білесіз, бізде Ақтауда қалыптасқан жағдай, дипломды алып, тұрмысқа шыққаннан кейін диплом екінші орында қалып, манағы тұрмыс жағдайымен, бала шағамен жалпы жұмыс жасаған жоқпын. Өзім осындай ойға келдім, мұғалім емес, басқа жолмен қалай табыс табуға болады, қалай баюға болады, қалай қымбат көлікке мінуге болады деген менде өзімде сұрақ өте көп болатын. Сөйтіп жүріп, өзім саудамен айналыстым. Өзімнің жаңағы тұрмысқа шыққан ауылда Шетпе деген шағын ғана ауыл өзімнің бутигім болды. Яғни Стамбулға 2 ай сайын барып келіп, самолетпен өзімнің товарымды алып келіп, дүкенім болатын. Сол дүкенде сауда жасап жүріп, бір зат түсінгенім, бұл менікі емес екенін түсіндім. Өйткені қаншама күш қажет, қаншама ақша салу қажет, товарный жаңағыдай скидка жасайсың, ол товарный вид кетіп қалады, сезонный киім әкелу керек болады. Яғни ол менікі емес екендігін түсіндім. Себебі менде рухани даму болған жоқ. Сөйтіп ойланып жүріп, өзім салон ашуды ойладым. Яғни менде сұлулық салоны болды. Сұлулық салонды кішкентай ғана зданиеден бастап, оны 2 этаж қылып, ішін оборудованиесін салып, 6 қызды жұмысқа алып, солай өзімнің жұмысын бастап кеттім. Сол салада сұлулық әлемінің саласында 2 жыл жұмыс жасадым. Таңертең 7-де кеткеннен кешкі 10-11-де келдім үйге. Жақсы табыс таптым, айына 500-600 мың теңге табыс таптым. Бірақ тағы да түсінгенім, 2 жылдың ішінде мынандай ойға келдім. Мен бұл жұмысты жасамай қалған кезде маған ақша түспейтіндігін түсіндім. Яғни мен қай күні тоқтаймын, қай күні менің салонымның есігі жабық болады, сол күні маған табыс түспейтінін түсіндім. Мен не істедім? Мен мынандай бизнес іздедім. Мен жоқ кезде де жұмыс жасайтын, мен болмаған кезде де өзімен өзі ақша тұратын маған бизнес қажет болды. Салонный бизнесте мен жаман болдым деп айтпаймын, өйткені сұлулық әлемінде мен шаштараз болдым, визажист болдым, құлақ тестім, косметолог, наращивание жасадым. Яғни тағы да өзімнің дипломыма қосып 6 диплом оқып алдым. Бұл сұлулық әлемінде 2 жыл уақыттың ішінде бір түсінгенім, бір ұққаным, өзіңнен кейін із тастайтындай бизнес қажет болды маған. Сөйтіп жүріп, сетевой компанияның 10 шақтысында жұмыс жасаппын. Қазіргі таңда ол компаниялардың атын айтатын болсам, барлығын танитын боласыздар. Ол сетевой компанияларда жұмыс жасап, мен өзіме көп опыт жинадым. Яғни ай сайын бал жинау, ай сайын объем жасау, сол дүниелер мені қатты шаршатып кетті. Салонный бизнесті жапқаннан кейін 2 жыл бойына мен ешқандай бизнесте жұмыс жасаған жоқпын, үлкен ізденісте болдым. Осылайша ізденіп жүріп, 2015 жылы, білесіздер ғой, бізде қазір Қазақстанда не көп, ақша салатын компания көп, қызықтыратын, миллион салсаң 5 миллион қылып шығарып аласың 5 айда дейтін компания көп. Сол сияқты менде де финансовый сауаттылық болмағандықтан пирамидаға манағы айтқан машинамды сатып 5 миллион ақшамды салып жіберген адаммын. Әрине, ол жанұя болғаннан кейін жолдасым жақтан да өте көп жаңағыдай нелер болды, келіспеушіліктер болды, неге салдың, неге білмедің деген сияқты. Сол компанияға салып жібергеннен кейін мен шынымды айтсам, бизнес жасаудан, сетевой жасаудан, вообще компания любой жерде жасаудан мен қайтып қалғанмын. Өйткені бізде финансовый сауаттылық жоқ. Сондықтан анда ақша салып байисың, мында ақша салып байисың дегенге сенбей ақ қойыңыздаршы, өйткені ақшадан ақша тумайды ешқашанда. Сол ақшаға одан да білім алыңыз, сол ақшаға одан да басқа бірдеңе жасаңыз. Бұл Beverly Believer компанияға келудің негізгі себебі, бұл компанияның ең бірінші қазақстандық екендігі ұнады. Яғни мен осыған дейінгі жасаған компанияның барлығы да шетелдікі болатын. 60-70 жыл бұрын шетелде ашылып, шетелде жұмыс жасап, тізесі шығып, ол компания бізге жетем дегенше, я өнімнің сапасы төмен түсіп кетеді, я лицензиясын жоғалтып алады, я басқа компанияға сатып жібереді. Яғни бізге жетем дегенше ол компания шаршап қалады, былай айтқанда. Алмаған именно Қазақстаннан бастап алған компания қажет болды. Бұл компания 2016 жылы Қазақстаннан бастап алды. Бұл компанияның негізгі өндіруші завод Shiseido Pharmaceutical корпорациясы дегеннен кейін мен ойландым. Көп ойландым, маркетингін ұзақ таныстым, ойландым, интернеттен іздедім, сайттардан іздедім, отзыв қарадым, шешімге келдім. Мен өзім азғантай уақытта, бір 2 сағаттың ішінде шешім қабылдап,
осы компанияда жұмыс жасаймын деп шешім қабылдадым. Неге? Плюстерін айтып кетейін. Өйткені бұл компанияның президенті, Beverly Beaver'дің президенті Николай Николаевич, бұл кісі 26 жыл бойы сетевойдың майын ішкен нағыз сетевик. Ал білесіздер, өзі сетевик болғаннан кейін бұл жаңағы сетевой әлемнің қазанының, былай айтқанда, ішкі кухнясы дейді ғой, ішкі кухнясын жатқа білетін адам болғандықтан маған өзіме қатты ұнады. Яғни бұл компания Николай Николаевичтің өзінің туындысы, өзінің баласы болғаннан кейін бұл бұны әлемдік деңгейге жеткізетініне көзім жетті. Жақында ғана 5 жылдығы болды. Былтыр бүгінгі таңда 6 жыл болады. 6 жылдың ішінде бұл компания үлкен жетістіктерге жетті. Былтырғы жылы Япония, яғни Shiseido фармацевтикал корпорациясы $580,000 былай айтқанда налог төледі Қазақстанға. Яғни Каспий банктен кейін налог төлеу жөнінен екінші орынға ие болған компания. Біздің негізгі мақсатымыз бұл СНГ-да жалпы номер 1 компания жасау, біздің компанияны. Екінші не ұнады? Біздің компанияда PV-CV процент жоқ. Яғни бір ғана өнім бағасы $360. Бұл интернет-магазин, яғни онлайн интернет-магазин. Адамның атағына бір удостоверениеге бір ғана өнім аласыз. Болды. Яғни сіз үйіңізге склад қылып жинап қойып, 10-15, яғни анағыдай ай сайын оны сатып, әркімге жалынып жүрмейсіз. Бір ғана өнім, информация айттыңыз, ол адам өз атағының удостоверениесімен алды, доставка үйіне келеді. Болды. Маған тағы не ұнайды? Екінші ұнайтыны, бізде процент жоқ. Яғни бізде неге намаз оқитын адамдар, яғни Құранға жақын намаз оқитын адамдар өте көп. Өйткені мен бұл өнімге 5 теңге қосып сата алмаймын. Өнімнің бағасы барлығымызға бірдей. Маркетинг японская бинарная система, яғни сіздің оң жақ және сол жақ екі ғана аяғыңыз болады. Былай айтқанда, поддержка жасай отырып, үлкен команда жасауға болады. Тағы да не ұнайды? Бұл Қазақстанға алғаш келгендіктен бұл компанияның шетелде, яғни кез келген мемлекетте бастап кетсеңізде сіз номер 1 болатындығыңыз ұнады. Яғни кезінде 60-70 жыл бұрын басталған болса, бұл компания 6 жыл болды ашылғанына. Яғни кез келген ақш болсын, Молдавия болсын, Малайзияға барып, сіз бұл компания номер 1 болып, ең бірінші болып бастау аласыз бұл компаниядан. Тағы не ұнайды? Бұл компанияда көп өнім жоқ. Beverly Beaver компаниясында Magic Pack өнімі, Beauty Pack'тың азғантай ғана өнімі, 4 тағы өнім. Осы өнімді айта отырып, бүгінгі таңда біз 200 диагнозға аурудың, 200 аурудың диагнозының емін тауып отырмыз. Бірінші алла, екінші осы өнімнің, былай айтқанда, бұл себепші өнім болып отыр. Ал енді бұл компанияның маған ұнайтыны тағы да бір, сіз ауаға ақша салмайсыз. Сіз бұл жерде коробка сатып алдыңыз, денсаулығыңызды түзедіңіз, денсаулығыңызды түзеп нәтиже ала отырып, бұл жерде $1,000,000 дейін табыс табуға болады. Енді бұл компанияда бүгінгі таңда мен 2 миллионнан астам табыс табамын. Ұнайтын тағы бір фишкасын айтып кетейін, бір төленген айлық бізде 6 ай бойы төленеді. Ай сайын бал жасап әлектенбейсіз. Бір ғана өнімді айттыңыз, 6 ай бойы жарнамалап аузыңыз ғана сөйлейді. Ал өмірде итақты сіз сөйлеп жатсыз, әр затты жарнамалайсыз. Бір үйдің жастығы ұнайды, екінші жерде кафе ұнап қалады. Сол кафенің кофесін мақтап отырып та, сіз сол кафеге қаншама клиент тауып бересіз. Ал бұл жерде осы өнімді 6 ай жарнамалап, бұл компаниядан $28,000 бонусқа шығуға болады. Айлығыңызды $1,000,000 қылуға болады. Сондағы 6 айдың ішінде. Сондықтан менің ақпаратым сіздерге ұнаған болса, 6 айдың ішінде қалай $28,000 және $1,000,000 табысқа шыға аламын, қалай мен өзімнің үйімді аламын, осындай сұраққа жауап алғыңыз келетін болса, менің өзімнің жеке сабақтарым болады. Менің сабақтарымды тыңдап, сол сабақтарымды тыңдай отырып табысқа шығамын десеңіздер, сілтемемді қалдыратын боламын. Сол сілтемеге өтіп үйренуіңізге болады. Ол сабақта мен ешкімге айтылмаған фишкалармен, ешкімге айтылмаған құпиялармен бөлісетін боламын. Егер сіздерге ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қош